Ақысы өтілмейтін еңбек. Күндердің күнінде бір бала өзінің анасына келіп, әкесіне жасырып ақша беруді өтінеді. Алайда анасы берген ақшаны болмашы нәрсеге жаратады деген оймен оған ақша беруден бас тартады. Бұған ашуланған баласы теріс айналып бөлмесіне барып жатып қалады. Кеш батқан соң баласы хат жазып ас үйдегі анасын барып қолына ұстатады да үнсіз жөнімен кетеді. Анасы кідірместен хатты ашып оқиды. Онда бір апта бойы бөлмемді өзім тазалағаным үшін 1000 теңге, дүкенге барғаным үшін 1000 теңге, бала қарасқаным үшін 1500 теңге, үй шаруасына көмектескенім үшін 1500 теңге, мектепте сабақты жақсы оқығаным үшін 1500 теңге. Жалпы маған беретін ақыңыз 6500 теңге. Ендеше еңбектің ақысын тездетіп өтеңіз деп жазылған екен. Анасы баласының жазбасына жымиып, парақтың екінші бетіне былай деп жазады: 9 ай көтергенімнің ақысы есепсіз. Ана сүтін бергенім үшін оның да ақысы есепсіз. Бала кезінде былғанғанда жуып шайып киіндіргенімнің ақысы есепсіз. Түн ортасында жылдар бойы ұйқымнан оятқаныңның ақысы ол да есепсіз. Жыраққа кетсең алаңдап, ауырсаң қайғырып, мазасызданғанымның ақысы есепсіз. Бар шаруамды тастап, көңіл бөліп, ойнағанымның ақысы есепсіз. Жалпы сенің маған беретін ақың есепсіз. Бұған қоса саған деген махаббатымның ақысы ол да есепсіз екенін жақсы біліп ал. Анасының мұндай хатын оқыған баласының көзіне жас келіп, анасын құшақтап, "Анашым, мені кешіріңіз" деп көңілі босап кетеді. Содан кейін бала қаламын алып, хаттың соңына "Ақысы өтелмейтін еңбек" деп жазған екен. Мұны көрген анасы баласының басын сипап, "Балам, бұл өмірде біреулер раушанның мүңкіген иісін де сезбейді. Ал біреулер ащы гүлден бал алады. Біреуге кішкентай нәрсе берсең, өмір бойы есінде сақтайды. Ал біреуге өміріңді арнасаң, өмір бойы түсінбейді." Әлемге аты шыққан Омар Хайям өзінің бір сөзінде: "Адамгершілік деген ол ренжіткенді кешіре білу, сараңдық танытып ештеңе бермегенге бар дүниеңді ұсыну, ұрысып жекігенге күлімсірей отырып татулықпен қол созу" деген еді. Сондықтан алдымен біреуге ренжуден бұрын оның басқа жолын қарауға әрекет жаса деген екен.